Армысыздар, құрметті Дауа арнасының көрермендері. Бүгін біз тарының сипаттамасы жайында сөз қозғайтын боламыз. Арықтауға арналған тары қалай таңдауға болады? Құрамы және калориясы қандай? Тары ботқасының пайдалы қасиеттері, тарының зиян және қарсы көрсеткіштері жайында сөз қозғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сонымен қатар тары ботқасының дайындалу тәсілдері мен төрт құпиясымен бөлісетін боламыз. Тары бұл адамдар өсірілген тары түрлерінің жемістерінен, қабықшалар қабығынан тазартылған дәнді дақылдар. Бұл жарма майды белсенді күйдіретін тағамдар тізімінде орын алады. Тары бірегей, өйткені оның құрамында жалпы аллерген жоқ. Глютен, яғни жарма гипоаллергенді өнім болып табылады. Біз бәріміз тары ботқасын жақсы көреміз, хош иісті және ұнтақталған. Демек, тары бидайдан жасалмайды, өйткені оны ұқсас атаулардан ойлауға болады. Бірақ тары біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда болған жарна. Қытайда, Европада, Солтүстік Африкада ауыл шаруашылық дақылдары ретінде өсірілді. Бүгінгі таңда тарының 400-ден астам түрі таныс. Алайда, біздің елімізде тарының тек 2-і ғана өсіріледі. Кәдімгі тары және капитат, мал азығы үшін қолданылатын тары. Тарының әрбір түйіршіктері қабыршықтардан, гүл пленкаларынан және эмбриондардан тазартылған көптеген дәндерден тұрады. Содан кейін дәндер ұнтақталады. Нәтижесінде белгілі тегіс дөңгелек сары дәндер пайда болады. Жылтыратылған тары 3 сұрыпты, қоспалардың санына және пленкалардан тазарту сапасына байланысты жоғары, бірінші және екінші болып бөлінеді. Біріншіден тары ақуыздың керемет көзі. Бұл жармада бидайдағыдай, бірақ тек тарыда глютен болмайды. Тары мен тары үлпектері глютенге төзімсіздігі бар. Және осы агрессивті бидай ақуызына аллергиясы бар адамдар үшін қатынастың бөлігі бола алады. Бірақ көмірсулар мен калориялардың саны бойынша тары бидайдан ғана емес, қарақұмықтан да төмен. Сондықтан оны өз салмағын бақылайтын адамдардың рационына қосуға болады. Тарының құрамында көптеген дәрумендер, микро және макро элементтер бар. Калий, магний, натрий, фосфор, темір, мырыш, Б және П тобының дәрумендері. Арықтауға арналған тары қалай дайындауға болады? Тек сары тарының май жағатын қасиеті бар екенін ескеруіміз керек. Мұндай дәнді дақылдарда қабығынан тазартылмаған қоңыр дақтары болуы керек. Тарының жылтыр көлеңкесі ондағы талшықтардың болуын көрсетеді. Бұл қосымша фунтпен күресу үшін де қажет. Ұнтақталған тары әдетте арнайы пісіруге арналған пакеттерде талшықтар мен қоректік заттарда аз болады. Сондықтан дәнді дақылдардың бұл түрі пайдалы толық өнім бола алмайды. Құрамы және калория мөлшері. Тарыда шамамен 12-15% ақуыз, 70% крахмал, маңызды амин қышқылдары бар. Дәнді дақылдарда 0,8% талшық, 3-7% май, аз қант шамамен 2%. В1 және В2 дәрумендері көп мөлшерде калий, магний және фосфор бар. Молибден мен магнийдің құрамы бойынша рекордты ұстайды. Калория мөлшері 342 кал, протеиндер 11,5 грамм, май 3,3 грамм, көмірсулар 66,5 грамм. Тары ботқасының пайдалы қасиеттері. Тары ағзаның жасушаларын қабынудан және қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайтын белок, амин қышқылдары және антиоксиданттардан тұрады. Бұл жармада мырыш, кремний қышқылы, Б және ПП дәрумендері бар. Тарының құрамында магний, кальций, калий және фтордың микроэлементтері бар. Олар сау тістер мен сүйектерге қажет. Темір көзі. Тары барлық дәнді дақылдар арасында темірдің ең бай көзі. 100 граммда шамамен 7 миллиграмм темір бар. Темір организмде қан түзілуіне және оттегінің тасымалдануына өте маңызды рөл атқарады. Бірақ адамның ішегі бұл минералды жақсы сіңірмейді, егер ол өсімдік тағамынан болмаса. Сондықтан дәрігерлер тарыны С дәрумені бар жаңа піскен көкөністермен немесе жемістермен біріктіруге кеңес береді. Бұл денеге темірді жақсы сіңіруге көмектеседі. Глютенсіз. Тары құрамында глютен жоқ, бірнеше дәннің бірі. Сау ағза үшін бұл маңызды емес, бірақ целиакия ауруы бар адамдар бұл компонентті көтере алмайды. Сондықтан олар глютенсіз диетаның бөлігі ретінде тары тағамдарын жей алады. Салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Тары маңызды минералдардың, өмірлік маңызды амин қышқылдарының және күрделі көмірсулардың қайнар көзі. Бұл жармада ақуыз және талшық бар.
Осы индикаторлардың арқасында көптеген адамдар салмақ жоғалту кезінде тары тұтынады. Бұл ұзақ уақыт бойы қорытылатын және ұзақ уақыт бойы қанықтылық сезімін тудыратын күрделі көмірсулар. Сонымен бірге, осы ботқаның 100 граммында бар жоқ 114 килокалория бар. Жүрекке көмектеседі. Тары калий мен магнийдің бай көзі. Осының арқасында дәнді дақылдар жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысына оң әсер етеді. Өйткені калиймен бірге магний жүрек бұлшықетінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Тары диабет және атеросклерозбен ауыратын адамдарға өте пайдалы, себебі магний 300-ден астам ферменттерді өндіруге ықпал етеді. Олардың көпшілігі инсулин мен глюкозаның сіңуін синтездеуде маңызды рөл атқарады. Қан тамырларын зақымданудан сақтайды. Тары дәнді дақылдар, әсіресе полиқанықпаған және моноқанықпаған майлар арасында май құрамы бойынша жетекші орындардың бірін алады. Зиян және қарсы көрсеткіштер. Дәнді дақылдардың екі ыдысы да шамадан тыс қолданылмаса, денеге зиян келтіре алмайды. Диетологтар тары мен бидай ботқасын асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде, әсіресе гастрит пен жара кезінде сақтықпен жеуге және кез келген құрам элементтеріне төзбеушілік танытуға кеңес береді. Тары қалқанша безінің патологиясы бар науқастар үшін зиянды, себебі ол йодты қабылдауға кедергі келтіреді. Сондай-ақ адамдар асқазанның төмен қышқылдығы мен жиі іш қатудан бас тартуы керек. Өнімді 3-ші триместрде жүкті әйелдер сақтықпен қолдануы жөн. Тары ботқасы ұнтақ ботқасын дайындаудың 4 құпиясы. Құрамы 1 кесе жарма, 3 стакан су, 50 грамм сары май, қант және тұз. Бірінші құпия. Кропканың майлары мен шаңдары бар. Оларды әр дәннің ойықтарында орналасады және пісіру кезінде дәндерді бір-біріне жабыстырады. Біздің міндетіміз бұл майлар мен жарма шаңдарын арылту. Оны қалай жасауға болады? Дәнді дақылдарды қайнаған сумен шаю қажет. Кастрөлге 1 кесе жарманы салып 1 кесе су құйдым. Оны қайнатамыз. Дәнді дақылға қайнаған сумен құйып, ағын сумен жақсылап шайыңыз. Осылайша бізді дәнді дақылдарды жоғары сапада тазалаймыз. Енді біз жарманы кастрөлге қайтарамыз. Дәміне қарай тұз, қант қосып, 2 стакан су құямыз. Дәл осы арақатынас сізге қажетті нәтиже береді. Егер су аз болса, онда тым құрғақ болады. Қайнатылғаннан кейін шамамен 10 минут өткенде қайнаған су жармаға тең болғанда оған май құйыңыз. Оны бетіне бөліктерге бөле отырып құйыңыз. Майсыз сіз консистенцияға қол жеткізе алмайсыз. Сонымен қатар ботқа дәмді болады. Кастрөлді қақпақпен жауып отты өшіреміз. Біз ботқаны жабық қақпақтың астында жарты сағатқа қалдыруымыз қажет. Жарты сағат өткен соң ботқа тәуелсіз тағам ретінде де, гарнир ретінде де дайын болады. Ал егер сізге сүт ботқасы ұнаса, оған сүт қосып қайнатуға да болады, бірақ бұл басқа әңгіме. Сонымен құрметті көрермен, біздің бүгінгі видеомыз соңына жетті. Егер сізге видео пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетуіңізді сұраймыз.